Unit 4 Living Things. Same is families. Бірінші жаттығуда отбасылық пазлға қарап, отбасылы мүшелердің аттарын жазып шығу керек. Екінші жаттығуда астына 8 сөз берілген, кесте бойынша ер адам, әйел адам деп екіге бөлу керек. Үшінші жаттығуда суреттерді сөйлемдермен сәйкестендіру керек. His son's name is Harry. Оның ұлының есімі Гарри. Their father is a president. Олардың әкесі президент. I've got 120 brothers and sisters. Менің 120 ағам және әпкем бар. Our grandfather is 2 years old. Біздің атамыздың жасы 2-де. Her sister's name is Venus. Оның әпкесінің есімі Venus. Төртінші жаттығуда мысалға қарап, тәуелдік есімдігінің жекеше немесе көпше түріндегі ережесін толықтыру керек. The first, we use apostrophe s for possession with singular words. Біз apostrophe s-ті тәуелдік жалғаудың жекеше түрінде қолданамыз. The second, we use s apostrophe for possession with plural words. Біз s апострофты тәуелдік жалғаудың көпше түрінде қолданамыз. Бесінші жаттығуда мысалда көрсетілгендей Митчелдің отбасына байланысты адамдарды possessive s-ті жалғау арқылы сөйлем құрастырып жазамыз. Fiona is William's wife. Matt is Becky's cousin. David is Paul's nephew. Sophie is Becky's grandmother. Emily is Sophie's granddaughter. William and Fiona are Emily's parents. Алтыншы жаттығуда әр оқушы өзінің отбасы туралы айтады.